Сәлем қыздар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін үй жағдайында дөнер дайындаймыз. Ең алдымен тауықтың филесін турап аламыз, жіңішкерек етіп. Үстіне дәміне қарай қара бұрыш, қызыл бұрыш, тұз және 3 сарымсақты кішкентай үккіштен өткізіп саламыз. Осының бәрін араластырып 10 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін картошкамызды соломкалап тураймыз. Осының үстіне дәміне қарай менде кептірілген базилик, тұз және негізінде зәйтүн майын қойсаңыздар болады. Ол менде болмағандықтан мен өсімдік майын қостым. Осыны жақсылап бір араластырамыз. Сөйтіп, қыздырылған пешке 200 градуста шеттері сәл қызарғанша пісіріп аламыз. Оған дейін енді салатын дайындаймыз. Капустамызды жіңішкелеп турап, огурцымызды соломкалап тураймыз. Сосын капустамыздың үстіне тұз салып, оны жақсылап қолымызбен мыжғылап суын шығарамыз. Сөйтіп, менде видеода түсірілмей қалыпты. Жаңағы огурцымызды саламыз, кішкене лимон суын сығып, өсімдік майын қосамыз бір ас қасық. Сонымен біздің салатымыз дайын. Картошкамыз пісті, енді сары майымызды ерітеміз. Еріген соң үстіне бағанағы маринадталған тауығымызды саламыз. Сөйтіп жай отта піскенше қуырып аламыз. Етіміз де дайын болды. Енді осыларды лавашымызға салып, дөнерімізді дайындаймыз. Кетчуп майонезді мен онша ұнатпаймын, сондықтан сметана салдым. Дайын болған дөнерімізді осындай тостер жасайтынға салып аламыз, сонда сыртында лаваш хрустящий болады. Жалпы осы үй жағдайында дөнер осылай дайындалады, өте оңай, тез және қолдағы бар заттармен жасалады. Егер осы видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.